Тура бір айдан кейін бауырыңыз тап-таза болады. Бауырдың жұмысы нашарласа, бүкіл ағза тозады. Себебі біздің өміріміз үшін үлкен маңызға ие. Ол ағзаға түскен А, Б, С, Д, К дәрумендері мен фолий қышқылын реттеуге қабілетті. Сізді қандай да бір дерт мазаласа, алдымен бауырды тексертіңіз. Оның жұмысын қалпына келтірмей, аурудан айығамын деп ойлаудың қажеті жоқ. Сондықтан үй жағдайында бауырды мына әдіспен емдеңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпараттар бар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентке қолдау білдіре кетіңіз. Сұлы бауырды емдейтін супер дәрі. Оған қоса тазалайды, жұмысын жеңілдетеді, қабынуды басады. Сұлы бауырға аса қажетті биологиялық құрамға өте бай. Нақтырақ айтқанда глютамин, жасұнық, май, темір, алкоголит, эфир майы мен магний тапқышылығын реттейді. Сұлыны біз ұсынған әдіспен дайындап ішсеңіз, бауырды да емдейді. Одан бөлек қан тамырды тазалайды, холестеринді азайтады, қандағы қантты реттейді, қан айналымын жақсартады, әрі қан қысымын қалпына келтіреді. 250 грамм тазартылмаған сұлыны ыдысқа салыңыз. Үстіне 4 литр салқын су құйып, отқа қоясыз. Орташа отта тура 1 сағат қайнауы керек. Осыдан соң ыдысты оттан алып қоясыз. Бөлме температурасында салқындаған кезде сүзіп, шыны ыдысқа құйыңыз. Ем ретінде 250 мл-ден күніне 3-4 рет ішіңіз. Емді тамақтанудың алдын балмен бірге қабылдайсыз. Ескерту: емдік сусынды ішетін кезде жылытасыз. 3 стақан сұлыға 2 ас қасық қайын бүршігі мен 2 ас қасық ит бүлдірген жапырағын араластырып, ыдысқа салыңыз. Оған 3 литр салқын су құйып, бетін жауып қоясыз. 24 сағаттан соң ыдысты отқа қойып, 15 минут қайнатасыз. Осы уақыттан соң қайнатпаға 2 ас қасық жүгері мен 3 ас қасық таран қосып, тағы да 15 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан кейін ыдысты оттан алып, 45 минут тұндырып қоясыз. Тұнба дайын болғанша ит мұрынды дайындап аламыз. Ол үшін 250 грамм ит мұрынды 1 стақан суға салып қайнатасыз. Дайын болған соң сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Оның үстіне сұлы тұнбасын сүзіп құясыз. 2 түрлі шипалы сусынды жақсылап араластырып, 150 мл-ден ішесіз. Емді күніне 2-4 рет тамақтан алдын қабылдау керек. Емделу мерзімі 10 күн. Ұйқыға жатар алдында 2 стақан сұлыға қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Таңертең сүзіп алып, 150 мл-ден ішесіз. Емді күніне аш қарынға 2-4 рет қайталау керек. Емделу ұзақтығы 2 ай. Осы уақыт өткен соң 2 апта үзіліс жасап, емді тағы да қайталаңыз. Ескерту: татымды ұнамаса, суға аз мөлшерде майсыз сүт немесе таза бал қосуға болады. Ұйқыға жатар алдында 2 стақан сұлыға қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Таңертең сүзіп алып, 150 мл-ден ішесіз. Емді күніне аш қарынға 2-4 рет қайталау керек. Емделу ұзақтығы 2 ай. Осы уақыт өткен соң 2 апта үзіліс жасап, емді тағы да қайталаңыз. Ескерту: татымды ұнамаса, суға аз мөлшерде майсыз сүт немесе таза бал қосуға болады. 100 грамм сұлыны 1 литр суға салып, төмен температурада қызып тұрған пешке қоясыз. Тура 4 сағаттан соң артық сусын сырғытып төгесіз. Дайын қоспаны 250 мл-ден қабылдайсыз. Артығын шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қою керек. Емделу мерзімі 2 ай. Емнен соң 1 ай үзіліс жасап, тағы да қайталау керек. Өздеріңіз білетіндей, сұлы бауырдың жұмысын жеңілдетіп, улы заттардан тазалайтын қасиетке ие. Ем кезінде мейлінше диета ұстап, құрамы Б, С, Е дәрумендеріне бай тағамды тұтыныңыз. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп, келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.
ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге шипагер арнасы.